Әбу Дәуіттің бір риуаятында шүбәсіз, шайтандар өздерінің достарын, нөкерлерін сендермен күресін деп үнемі саналарына сұмдық ойлар салып, азғырады деген аятты Ибн Аббас былай тәпсірлейді. Дін дұшпандары Алланың өлтіргені деп өлексені меңзеді, оны неге жемейсіңдер дейді. Сонда Алла тағала, егер солардың айдағанына жүріп, айтқанына көнсеңдер, онда шүбәсіз, сендердің де солар сияқты мүшрік болғандарың деген аятты түсірді, және одан кейін Алланың аты аталмастан сойылған малдың етін жемеңдер деген аят түсті. Ибн Аббастың басқа бір риуаятында оның аты аталып сойылған малдардың етінен жей беріңдер деген әмір насх етіліп, әхлі кітаптың сойған малдарының еті харам болған тағамдардың қатарына жатқызылмады. Бұл аятта әхлі кітаптың тамақтары сендерге адал, сендердің де оларға адал делінді. Түсіндірме: жоғарыдағы аяттағы әхлі кітаптың тамақтары деген сөз Байхақидің сүнәнында Ибн Аббастың түсіндіруі бойынша солар бауыздаған малдың еті. Сол секілді, хадис түсіндірушілер Расулалладан мына хадисті жеткізеді: біз әхлі кітаптан болған әйелдермен үйленуімізге болады, алайда олар біздің әйелдермен үйлене алмайды. Басқа бір риуаятта Расулалла саллаллаху ғалейхи уә саллам былай деген: яһудилер мен христиандардың тағамы Тәурат пен Інжілге иман келтіргендіктен бізге адал. Яһудилар мен христиандар Алладан басқа ешкімге иланбайтындықтан, мал сойғанда Алладан басқаның атын атамайтындықтан олар бауыздаған малдың етін жеуге болатыны жайлы ислам ғалымдары бір ауыздан келіскен. Олардың Алла жайлы танымдары, Алланың кемшіліксіз екендігі турасындағы сенімдері бауыздаған малдарының етін жеуге кедергі болмайды. Яһудилер мен христиандардан өзге мүшриктер мал бауыздар кезде Алланың атын атамайтындықтан олар сойған малдың етін жеуге болмайды. Нәсайде келген бір риуаятта Ибн Аббас Алла тағаланың Алланың аты аталмаған сойылған малдың етін жемеңдер деген аятына мынадай түсіндірме береді. Мүшриктер осы мәселеде мүминдермен тартысып, мазаққа айналдырып былай дейтін: Алланың бауыздағанын жемейсіңдер, бірақ өздерің бауыздағанды жейсіңдер. Түсіндірме: адамның жеген тағамы оған дүниелік әрі рухани жағынан әсер етеді. Мұны ежелден бері жалпы адамзат растаған. Мұны күнделікті өмірімізде көруге болады. Сондай-ақ қазіргі медициналық ғылыми зерттеулер де осы мәселенің мән-жайын анықтады. Жоғарыдағы аятта баяндалғандай ислам діні мұсылмандар қолданатын тағамдарына мұқият тоқталып, таза әрі адал болғандардан жеуді әмір етті. Тіпті жеуге жарамсыз, харам болған тағамдардың атын атап, түсін түстеп тұрып айтып берді. Демек, ислам дінінде де адам баласының қолданатын тағамына қарай тәндік және рухани әсерде болатыны расталған. Бұл мәселе жайында тағамдарға байланысты тақырыпта кеңірек мағлұмат беретін боламыз. Дегенмен мүмин адам тек адал азықтарды таңдаумен ғана шектелмей, олардың қалай дайындалатынына да мұқият болады. Яғни, ислам шариғаты белгілеген ережелер мен тәртіптерді негізге алады. Осы ережелердің бірі, һәм көп қолданыста болатыны, мал бауыздау кезінде Алланың атын атап сою мәселесі. Яғни, мал бауыздар кезде бисмилляны айтып, Алланың есімін атау. Дінімізде ұрып өлтірілген, сүзсіп өлген, құлап өлген, тұншығып өлген малдардың етін харам етілген. Сонымен қатар, малды бауыздайтын адамның мұсылман болуына да көңіл бөлген, һәм бауыздағанда Алланың атымен бауыздауды ұмытпауды ескертеді. Мүшрік немесе дінсіз адам бауыздаған малдың етінің харамдығы мұсылмандар үшін басты қағида. Ал аятта баяндалған аят әхлі кітап бұларға жатпайды. Олардың малды бауыздау қағидалары мұсылмандарға өте ұқсас. Сондықтан олар бауыздаған малдың еті харам делінбеген. Қазіргі таңда христиандар малды бауыздаудан бұрын тоққа ұрғызу сияқты әр түрлі тәсіл қолданғандықтан, олар сойған малдың етінің желініп-желінбейтіні жайлы мәселе туындаған. Сондықтан Еуропада өмір сүріп жатқан мұсылмандарға қиындықтардың туып жатқандығы жасырын емес. Бұл мәселеге әдеттегі нәрсе, қарапайым қалыпты жағдай деп қарайтын, һәм бас пайдасы үшін басқалардың ақысын ойлап қиналмайтындарды да кездестіруге болады. Нақты зерттеулер мен көз жеткізілмеген мұндай мәселелерде жей беруге болады деп жеңіл әрі қалай болса, солай пәтуа бере салудың дұрыс емес екені айтпаса да түсінікі. Күмәнді нәрселерден аулақ тұру, мұндай мәселелерге болу мұсылмандардың басты қағидаларының бірі екенін естен шығармаған жөн. Малды шариғатқа сай бауыздамаған жағдайларға екі күмәнді жайттарда қандай бір пәтуа берсе де, кеудедегі күмәннің жойылмайтыны анық. Олай болса, мүминнің ар-ожданын тыншытып, көңілін тыныштандыратын ең сенімді жол, малды ислам көрсеткен ережеге сай бауыздау мәселесін қолға алу.
Сонда ғана күмән мен күдіктен арылып, бұл мәселе тыңғылықты шешімін табады. Батыстағы кейбір елдерде жаппай қасапшылар мен шариғатқа сай қасапханалар ашу арқылы бұл белең алмаса да, белгілі бір ұйымдар тарапынан мұсылман мәселелердің түйінін шешкен. Бұл жерде тағы бір ескеретін мәселе, мүмин адам азық-түлігін даярлағанда шүбәлі істерге жол бермей мұқият болмағы ләзім. Материалдық тазалықпен қатар рухани тазалығына да сақ болғаны жөн. Егер азық-түлігімді даярлаймын деп қолына ілінген азық-түліктің бәрін жей беретін болса, құлшылығынан ләззат алмайды, һәм бұлай тамақтанудың соңы ешқандай жақсылыққа апармайды. Себебі мұндай әрекет ислам дініне жат қылық. Құлшылықтарымыздың қабыл болуы, ең алдымен ішіп жеген азық-түлігімізге байланысты екенін Расулалланың Әзірет Сағдқа айтқан мына өсиетінен ұғынамыз. Сағд, әрдайым таза тағамдарды тұтын, сонда дұғасы қабыл болатын адамдардың қатарында боласың. Мұхаммедтің жанын өз қолында ұстағанға ант етейін, адамның асқазанына бір түйір арам тағам түссе, оның 40 күн бойы жасаған құлшылығы және дұғасы қабыл болмайды. Кімнің тәні зұлымдық пен өсімнен тапқан азық-түлікпен жетілген болса, ол тәннің тозақ отында өртенуі міндетті болады. Шариғатымызда азық-түліктің құрамы, сол азықты сатып алған кездегі ақшасы және даярлану кезінде дініміз тыйым салған әрбір өнім харам екенін есте ұстағанымыз жөн. Ибн Аббас былай дейді: Арабтың жахилия дәуіріндегі надандығын білу сенің көңіліңді көтеретін болса, Әнғам сүресінің 130 аятынан кейін келген аятын оқы. Ақмақтық Алланың өздеріне берген адал ризығын, бұл Алланың үкімі қылып, һәм надандықпен өз балаларын өлтіргендер, сондай-ақ деп Аллаға жала жабу арқылы харам қылғандар, шүбәсіз, мына түрлерімен тура жолға түсуі, әрі екі дүниеде де мақсат зиянға ұшырады. Олар, сөзсіз, тура жолдан адасты һәм олардың мұраттарына жетуі мүмкін емес деген. Түсіндірме. Ибн Аббас бұл сөзінде жахилия кезеңіндегі арабтардың негізгі екі ерекшелігіне назар аударған. Бір, бала өлтіру мәселесі. 2. Алланың адал деп берген нығметтерін харамға шығару белең алып кеткен еді. Мұны жақсырақ түсіну үшін мынадай жахилия кезеңінде сәбиді өлтіру, яғни тірідей көміп тастау. Мысал бере кетейік. Қайс ибн Асым мұсылман болғаннан кейін Алла елшісіне келіп өзінен туған 12 қызын тірідей топыраққа көмгендігін мойындай отырып, бұл ауыр күнәсі үшін жасаған тәубесінің қабыл болып, болмайтыны жайлы сұрайды. Саксага ибн Нажия есімді сахаба Алла елшісіне келіп, мүшрік кезінде 360 нәрестені сатып алу арқылы тірідей топыраққа көмілуден құтқарғанын айтады. Содан соң осы жақсылығының қарымтасының болып болмайтынын сұрайды. Міне, біз осындай риуаяттардан арабтардың исламнан бұрын қандай мейірімсіз, жабайы әдеттермен өздерін тұншықтырған жауыз халық болғанын түсінеміз. Құран кәрімнің көптеген аяттарында нәрестелерді өлтіруге негізделген қатыгез һәм жабайы әдет-ғұрыптары сөз етіледі. Бұл аяттарды зерделей келгенде, қыз балалар отбасын ұятқа қалдыратын нәрсе саналып, сол себепті бұл ұяттан құтылу үшін тірідей жерге көміп тастауды ғұрыпқа айналдырғандарын, сондай-ақ кедейліктен қорқып ұлдарды да, қыздарды да өз қолдарымен өлтіргендерін түсінеміз. Құранда Алла тағала: адамдар! Кедейліктен қорқып, бауыр еті балаларыңды өлтірмеңдер. Оларға да, сендерге де ризық несібені біз береміз, оларды өлтіру расында да үлкен күнә делінген. Бұл аят өздері кеңшілікте өмір сүру үшін жасанды түсікке жол беріп жатқандарға да қатаң ескерту екенін айта кету керек. Дініміз харам еткен нәрселерді адал деудің болмайтыны секілді, адал нәрселерді харам етуге де жол жоқ. Бір күні Алла елшісі балды қатты ұната тұра белгілі бір себептерге байланысты бал жемеуге ант етіп, өзіне харам етеді. Сонда Алла тағаладан ескерту келіп: пайғамбар, жұбайларыңның көңілін табам деп, неліктен оларға жоламай өз-өзіңді жөнсіз қинап, Алланың адал еткенін өзіңе харам етесің? Алла ғафур, құлдарының күнәлары қаншалықты ауыр болса да, тәубелеріне келген жағдайда өте кешірімді, рахим, әсіресе мүмін құлдарына ерекше мейірімді деген аят түседі. Сол секілді Құранда көптеген аяттар Алла адал еткен нәрселерді харам еткендерге байланысты түсірілген. Ибн Мәсғуд былай дейді: кімде-кім Мұхаммедтің мөрі басылған парақты көргісі келсе, мына аятты оқысын. Оларға: келіңдер, Раббыларыңның сендерге не нәрселерді харам еткенін оқып, баяндап берейін. Ең алдымен, оған ешкімді және еш нәрсені серік етіп қоспаңдар, ата-аналарыңа жақсылық жасаңдар. Кедейліктен қорқып, өз балаларыңды, құрсақта жатқанда да, дүниеге келгеннен кейін де өлтірмеңдер. Сендердің де, олардың да ризығын беретін біз.
Мейлі жария, мейлі жасырын болсын, арсыздық пен күнә атаулыдан аулақ жүріңдер. Сондай-ақ Алла өз қорғауына алған һәм өлтіруді харам еткен тірі жанды нақақтан нақақ өлтірмеңдер. Ақылға салып ойланып, хақ дін исламды қабылдап, үкімдеріне сай өмір сүрерсіңдер деп, Алла сендерге осыларды бұйырады деп айт. Жетімнің мал-мүлкіне балиғат шағына толғанға дейін сақтау, көбейту немесе өзін жан-жақты жетілдіру үшін жұмсау сынды, жақсы ниетпен болмаса, мүлдем жоламаңдар. Өлшегенде дәл өлшеп, таразыға тартқанда дұрыс тартыңдар. Біз ешбір жанға шамасынан тыс міндет жүктемейміз. Сөйлегенде, яғни билік айтқанда немесе куәлікке жүргенде, тіпті ең жақын туыстарыңа қарсы куәлікке жүріп, билік айтуға тура келсе де, туралықтан таймаңдар, әділ болыңдар. Аллаға берген һәм өзгелерге Алланың атымен берген уәделеріңе берік болыңдар. Жақсылап ойланып тиісінше ғибрат алсын деп, Алла сендерге осыларды бұйырады. Түсіндірме, мөрі бар парақ сөзімен рауи бұл аяттардың мухкам һәм мансух емес екеніне назар аударады. Оған қоса, Ибн Аббас бұл аяттардың бұрынғы кітаптарда да насх етілмегенін тілге тиек етіп, бұл аяттар барлық иләхи кітаптарда мухкам. Оларды ешбір нәрсе насх етпеген. Аятта айтылған нәрселер адамдардың барлығына харам. Бұл умул кітап, яғни кітаптың анасы. Кім осы аяттарды амалға асырса жаннатқа кіреді. Жоғарыда келген аятта жетімнің балиғат шағына толғанға дейін деп нақты баяндалған. Бұл сөздің Құрандағы түпнұсқасы әшуда сөзі. Әшуда сөзі сөздікте қуатты деген мағынаға саятын шиддат сөзінің көпше түрі. Яғни, бұл сөз 18-31 жас арасын меңзейді. Әшуда сөзі нақты қай жасты білдіретіндігіне қатысты тәпсіршілер арасында әртүрлі көзқарастар бар. Кейбірі 20 жас, бірі 30 жас десе, енді бір ғалымдар 33 жас деген. Бұл жайлы имам Хазин, аталмыш жастар соңғы шегі, өйткені әшуд сөзі кәмелет жасының басталғанын емес соңғы шегін білдіреді деген. Ал аятта меңзелген мағына басталған өлшемін білдіреді. Ол рушд, яғни ақыл ойының толысқан шағы, яғни балиғат жасының басталуы. Көптеген ғалымдар тоқталған мағына да осы. Әзірет Әбу Хурайра былай дейді. Расулалла саллаллаху ғалейхи уә сәлләм былай деді. Қиямет қайымның 3 белгісі бар. Олар пайда болғанда бұрын соңды иман келтірмеген немесе тек сөз жүзінде иман келтіріп, ешбір қайырлы іс істемеген адамға. Сондағы иманы ешқандай да пайда бермейді. Олар күннің батқан жерінен қайта шығуы, тажал және даббатуларды. Түсіндірме. Расулалла саллаллаху ғалейхи уә сәлләм Әнғам сүресінің 158 аятындағы Раббыңның қиямет қайымға қатысты кейбір белгілері келген күні, бұрын соңды иман келтірмеген немесе тек сөз жүзінде иман келтіріп, ешбір қайырлы іс істемеген адамға, сондағы иманы ешқандай да пайда бермейді деп келген ескертулер қиямет қайымның белгілері ретінде көрінетін күннің батыстан шығуы, тажал және даббатул арттың шығатынын білдіріп тұрғандығын айтқан. Қиямет қайымның үлкен белгілері ретінде баяндалған аталмыш 3 оқиға жайлы қиямет қайымға қатысты тақырыбымызда тоқталатын боламыз. Әбу Сағид олар иман етпей, нені күтуде? Жан алатын, яки азап әкелетін періштелердің түсуін бе? Жоқ әлде, Раббыңның жермен жексен ететін азабының немесе күннің батыстан шығуы, тажалдың келуі сынды, қиямет қайымға қатысты кейбір белгілерінің келуін күтуде ме деп келген аяттағы қиямет қайымға қатысты кейбір белгілері деген сөз арқылы күннің батқан жерінен тууы меңзелді деген.